Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Арай ПП Food. Бүгін сіздерге ПП құймақтың рецептісін ұсынамын. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Калориясы аз, майы ағып тұрмайды және глютенсіз ұнда жасалынады. Бізге керек ингредиенттер: жұмсақ сүзбе, айранда болады 2,5%, 2 жұмыртқа, тәтті алмастырғыш, шым тұз, қопсытқыш және күріш ұны қажет. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны бір-бірден жарып саламыз. Одан кейін үстіне 2 грамм тәтті алмастырғышты қосамыз. Тәтті алмастырғыш болмаса, бал да қосаңыздар болады. Және венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне жұмсақ сүзбені қосамыз. Сүзбе үй комнатасындағы температурада болу керек. Және шым тұз қосамыз. Одан кейін венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Енді үстіне күріш ұнын және қопсытқышты қосамыз. Біркелкі болғанша дейін венчикпен араластырамыз. Құймақтың қамыры қою қаймақ сияқты болу керек. Табамызды алдын ала қыздырып, жарты шай қасық сары майды кесішкамен жағып шығамыз. Егер сізде антипригарный таба болса, онда майды жақпасаңыздар болады. Енді бір ас қасықтап құймақтарды салып шығамыз. Қақпағын жауып 3-4 минут пісіреміз. Құймақтардың бетіне тесіктер шыққан кезде ғана оларды аударамыз. Құймақтың қамыры толық пісу үшін газды бая отқа қоямыз. Байқаған боларсыздар, ПП құймақтың майы басқа құймақтарға қарағанда ағып тұрған жоқ. Өте дәмді, диеталық болып шықты. Таңғы асқа қоятын болсаңыздар, арахисовая паста, қаймақпен және джеммен де қойсаңыздар болады. ПП ұстайтындарға нағыз таптырмас таңғы ас деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, өйткені мен тексерілген ПП рецепттермен бөлісетін боламын.